Bugün ben kешki tamakka etsiz tamak istedim. Uyda et kalmadı bizde. Sosun özüm jeriktigim ustap ketdim. Keşmişten qo'rda zakaz qildim. Ес күштім. Сөйтіп үйдегілерге тамақты берейін да өзім өз бөлмемге кіріп арам тамақты қылып жеймін дедім. Бірақ тамақтан өтпеді. Ал енді бұны қазір тамақты бетіне салып үйдегілермен бірге жейміз. Видео соңына дейін көріңіздер. 3 gün içinde 2 kilo piyaz jep koyup, osonday кусочка piyazды алып қалдым да, тамағымды істеп тастайын дедім. Үйдегілерге қайтадан piyaz алып беріңіздер деп айтуға ұялдым. Вермишімізді сөйтіп қызартып қуырып алдым да, картошка piyazымызды артынан қуырып алып, кейін күрішті жуып салдым, одан кейін вермишелді. Мен кешмештен заказ беріп қойған қуырдағым келді. Оған оны қойып қойдым дағы, тамағымды дімдіп алып, арасында TikTokқа видеоға түсейін деп, өлген айтып алдым, естіп тұрғандарыңыздай. Ал тамағым осындай дайын болды. Енді тамақты тарелкаларға салып, бағана алып келген етті азғантайынан бір бөлігін алып, бір тарелкаға, екінші бөлігін алып, екінші тарелкаға турап салдым. Қызымға да кішкентай қойып турап, қалған етімді бәрібір кешке алып қойдым. Ас болсын барлығыңызға.